Қант диабеті әлеуметтік маңызды аурулардың бірі. Сондықтан біздің еліміз осы бүкіл дүние жүзінде осы ауруларды емдеуде, диагностика жасауда, барлық емдердің түрін, соның ішінде дәрі-дәрмектердің, дүние жүзіндегі барлық дәрілердің барлығын елімізге енгізіп, өзіміздің халқымызға, яғни сол ауруларға, пациенттерге толыққанды қамтамасыз етіп отырған елдердің бірі. Соның ішінде айтып кету керек, біздер осы бүкіл ТМД елдерінің біріншісі болып, кезінде балалар үшін, балалардың өмірі сапалы болу үшін, ыңғайлы болу үшін помповый терапия дейді, помпа арқылы инсулинді организмге жеткізу терапиясын бірінші біздің елімізде енгізген болатын. Бұл осындай инновациялық жаңа технологияны да қант диабетін емдеуде, диагностика жүргізуде біздің елімізде енгізіп отырмыз.